Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Есімім Жандос Қастаев. Трейдинг саласында 6 жыл тәжірибем бар. Соңғы 3 жылдың ішінде менің YouTube арнамда 25 мың оқырман жиналды. Қазақ тілінде трейдинг саласын тегін үйрету, көптеген стратегиялар тегін беріп, біз өзіміздің оқырмандарымызды жақсы бір нәтижеге шығардық. Айтым келіп тұрғанда, мен трейдинг инвестиция саласын қазақтың қарапайым тілінде түсіндіре аламын. То есть осы 3 видео сабақты қарап шықсаңыздар, 100% гарантия беремін. Сіздер біріншіден трейдингтің не екенін білетін болсыздар, екіншіден самостоятельно анализ жасап, определенный бір табысқа шығаратын стратегияларды үйренетін боласыздар. Ең бастысы, соңында маған кері байланыс берулеріңізді сұраймын. Қай жері түсінікті болды, қай жері түсініксіз болмай қалды, мен оған орай сіздерге жауап беремін. Қосымша бұл курсты мүмкін переделывать ететін боламын. Жалпы уақыттарыңызды алмай бірден бастап кетейін. Бүгін осы видеода мен сіздерге айтып беремін трейдинг деген не екенін, криптовалюта, акция, форекстің айырмашылығы, және қалай бұл жерден ақша таба аламыз, қандай рисктер бар, жалпы трейдингтің плюстары мен минустары, и ең бастысы бұның барлығы практика жүзінде сіздерге түсіндіретін боламыз. Сонымен жалғастырайық. Неге трейдингті үйрену керек? Осы мәселені мен біріншіден қозғаған келіп тұр. Себебі біріншіден біз трейдингті үйренетін болсақ, экономиканы түсіне аламыз. Экономика неотъемлемая часть нашей жизни деп айтады орыстар. Неге? Өйткені экономиканы білетін адам, ол біріншіден өзінің болашағына дұрыс пландар құрастыра алады. Екіншіден, кез келген бір салада бизнес ашпас бұрын, ол әлемдік экономиканы зерттей алады. Стоит қазір ашып, или не стоит? Курс доллара, мысалы үшін қазір таңда 500 теңгені асып кетті. Ол скоро түсе ме или өсе ме? То есть осы сияқты сұрақтарға өзіңіз жауап бергіңіз келсе, трейдингті үйрену керексіз. Екіншіден, трендті алдын ала біліп отыр. Өйткені белгілі бір компания жаңадан бір продукция шығаратын болса, оны бірінші біліп, керемет табысқа шығып кетуге болады. Мысалы үшін Apple компаниясы өзі Apple Vision дейтін очки шығарған, VR очки, и оның бағасы 1 миллион 800 мың теңге болды. Бірақ білесіздер ма, сол продукция шыққаннан бастап бір аптаның ішінде Apple компаниясының акциясының бағасы 25%-ға өсті. То есть хотя бы 100 мың теңгеге жаңағы Apple ақша салып, оны 25%-ға көбейтіп алуға болатын еді. То есть осындай инструменттерді алдын ала біліп отыратын боласыздар. Үшіншіден, инвестицияны дұрыс жасау. Мен білем, қазіргі таңда жастарда тренд болып кетті. Айлық табыстың 10%-ын белгілі бір компаниялардың акцияларын салып отыр. Мейлі ол қымбат болсын, арзан болсын, бәрібір. Негізінен келетін болсақ, именно қай акцияларды алу керек, қандай криптовалюталарға ақша құю керек, соны сіздер білу керексіздер. Потому что сіз алғаннан бастап бағасы құлап кетсе, өте обидно болады, иә. Төртіншісі, трейдинг негізінде келетін болса, қосымша табыс көзі бола алады. Екі-ақ себептен. Бірінші себеп сіздерге керек интернет. Ешқандай адамдар жұмыс қалмайсыз, үлкен оборот қажет емес, и ең бастысы әрине дополнительный расходтар жоқ, жаңағыдей аренда офиса и так далее. Екіншіден, достар, трейдингті қолдану үшін күніне 1,5-2 сағат уақыт тапсаңыздар жеткілікті. Даже одан артық уақыт жұмыс жасау мүмкін емес. Бір-екі стратегия үйреніп алдың, аптасында бір сделка ашып, айына 200 мың, 300 мың теңге тауып отырсаң болады. И соңғы себеп, әрине достар, егер де сіздер онлайн салада табыс тапқыларыңыз келсе, сол жаққа қарай жүгіріп жүрсеңіздер, трейдинг идеальный вариант. Себебі біріншіден трейдинг ол әлемдік кризиске, соғысқа ештеңеге қарамайды. Ол әрқашанда жұмысын жасап тұрады. Тіпті пандемия кезінде көптеген компаниялар акциялары құлаған кезде фармацевтика керісінше өсті. То есть в любом случае бұл жерден ақша табуға болатын еді. Енді достар, видеоның соңына дейін қарап, менен 3 бонусты алуға дайын болыңыздар. Біріншісі ол әрине диаграмма үлгісі, новичоктарға арналған кітапша, соған қарап отырып сіздер стратегияларды тез меңгересіздер. Екіншіден, менімен жеке Zoom разбор. Негізінде оның бағасы 150 мың теңге. Трейдинг саласында айына 200 мың табатын адамдар, олар 400 мыңға секіргісі келеді. Сол кезде маған келіп разбор алады. Мен араларыңызда случайно 10 адамды таңдап, тегін осындай Zoom разбор өткізетін боламын. Үшінші біздің сыйлық ол Таиландқа путевка, ол жайлы кейінірек. Сонымен трейдинг жалпы кімдерге ұсынған, то есть кім онымен айналыса алады, кімге лучше жолмай қойған дұрыс. Біріншіден, кәсіпкерлерге мен кеңес беретін едім. Мысалы үшін қараңыздар, Шерхан дейтін жігіт бар, оның өзінің образовательный центрі бар. Айлық обороты компаниясында 15 миллион теңге. То есть 24 сағат 7 күн жұмыс жасайтын жігіт. Оның запросы былай болды. Жұмысын азайтып, көбірек онлайн жақтан табысқа шығу. Себебі ол бизнесті демалу үшін ашты, жұмыс істеу үшін емес. Сөйтіп 3 айдың ішінде үйренді де айына $300 бастап $800 дейін қосымша табысқа ие болды. Болашақта в целом жаңағы образовательный центрін полностью делегировать етіп, өзі трейдингқа көшкісі келіп отыр екен. Екіншіден, найымдағы жұмыс. Мысалы үшін Ильяс дейтін азамат бар, Астана қаласының жігіті, госслужбада жұмыс жасайды. Нақты қай жерде жұмыс істейді, және оның фотосын өкінішке орай мен көрсете алмаймын, себебі өзінің просьбасы. Дегенмен, оған карьера өте маңызды.
ол өз жұмысын жақсы көреді. Но айлық табысы аз болған соң ертең пенсиясы да аз болады. То есть қазірден бастап ол айтты, маған уже болашаққа белгілі бір источник дохода шығару керек деді. Солай трейдингті бастап кеткен. Арада 1,5 жыл өтті и в принципе 4,5 миллион теңгеден бастап 24 миллион теңге табысқа шығарады. Қазіргі таңда айлық табысы $5,000 құрастырады. Ұқсас онлайн саланы қарастыратын болсақ, бізде жалпы P2P саласы өте қызықты бір сала бар. Ол яғни долларды арзан бағада сатып алып, қымбат бағада криптобиржаларды сатып ақша табатын жігіттер мен қыздар. Оларға мысалы үшін трейдингті қатар алып жүруге болады екені, екеуі бір-біріне ұқсас. Мысалы үшін Тима дейтін жігіт өзі Дубайдікі, Қазақстанмен бірге P2P арқылы ақша табады и өзі трейдинг арқылы айына 2 миллион теңге табады екен. Бірақ оның опыты уже 2 жыл. Айтын кеп тұрғаны, достар, бұндай табысқа шығуға болады, бірақ дайын болыңыздар, уақыттарыңызды беруге, пахайт етуге, білім алуға. Студенттерге келетін болсақ, білесіздер ғой, зумерлер дейтін қазіргі таңда понятие шыққан, то есть миллениалы, зумеры дейді. Айтын кеп тұрғаны 2000 жылдан кейін туылғандар почему-то трейдингті тез меңгереді және олардың нәтижесі әлдеқайда қызықтырақ. Мысалы үшін Еркебан дейтін жігіт 3-ші курстың студенті, негізінде ол 1-ші курс оқыған кезде бізге компанияға обучение келген болатын. То есть арада 2 жыл өтті, 2 жылдан кейін обороты $100,000 біріншіден. Екіншіден бүкіл отбасының телефон, сыйлығын бәрін алып берген. Үшіншіден шетелге кем деген 2 рет шығып тұрады. То есть ол $100,000 оборотқа 1,5-2 жылда шықты. Мен $100,000 оборотқа почти 5 жылда шықтым. То есть разница осындай. Негізі кез келген адам айналыса алады. Бастысы өзіңе сену керексің, тіпті үлкен кісі болсаң да. Сонымен трейдинг деген не? Жалпы ол инвестициялық жүйедегі активтердің бағасы өсе ме, немесе құлай ма, соны анықтап, артынан сауда жасау. Почему-то біздің Инстаграмда қазақ трейдерлары трейдингті былай жеткізеді. Трейдинг деген ол сауда дейді. Сен арзан бағада сатып аласың, қымбат бағада сатасың. Жоқ, ол олай емес. Бұл енді базар емес қой жұмыс жасайтын. Сенің мақсатың бірінші анализ жүргізіп отырып, баға өсе ме, әлде құлай ма, осыны анықтау керексің. Артынан уже сатып аласың, сатасың, ол уже ең оңайы. Инвестициялық жүйедегі нарықтың қандай түрлері бар? Біріншіден, әрине, самый популярный ол фонд нарығы. Ол жақта акциялар торговаться етеді. Apple компаниясы бар, Tesla, Каспий банк, Қазмұнайгаз, тағы да басқа кете береді. Екіншіден, Форекс. Ол кәдімгі валютный рынок. Евро, доллар, теңге, японский иена, рубль білесіңдер. Негізінен келетін болсақ, трейдингте табысы ең көп нарықтың түрі, әрине ол бізде Форекс. Өйткені әлем бойынша долларовый миллионер атанған трейдерлардың 75% именно осы Форексте жұмыс жасайды. Қалған 20% криптовалютада, енді 5% ол акция нарығында. Үшінші нарықтың түрі, достар, криптовалюта нарығы. Негізінде келетін болсақ, биткоиннан басқа мыңдаған альтернативный криптовалюталар бар, олардың атауы альткоины. Потому что биткоин, окей, ол қазіргі таңда $100,000 өсті. Оны сатып алуға мен уже кеңес бермеймін, потому что ол өсіп қойды. Ол ары кетсе $200,000 өседі, ну 2-ақ есе. Ал басқа монеталар 5 есе, тіпті 10 есе өсіп кете алады. Ол жайлы сіздерге кейінірек айтамын. Төртіншісі тауар нарығы, ол кәдімгі алтын, мұнай, кофе тағы да басқа. Ол негізінен келетін болсақ Форекске өте жақын, то есть екеуі бір-біріне дос десек те болады. Енді, мысал үшін фонд нарығындағы Apple компаниясының акциясын қарайтын болсақ, 22/04/2024 күні сатып алған жағдайда $165, оның бағасы 30/12/2024 дейін, яғни примерно 8 айдың ішінде 57,92%-ға өсті. То есть сен қанша ақша салдың, сол ақшаның үстінен 58%. Мысалы үшін $1000 салдың, 580% таптың дегенде, то есть осылай өсті оның бағасы. Енді криптовалютаны қарайтын болсақ, 6 март 2024, то есть оған дейін баға құлады, именно осы күні ол атып бастады. 2025-тің 20 январына дейін, принципе, бір жылдың ішінде дейікші, бір жылдың ішінде оның бағасы 456%-ға өсті. То есть біздің $1000 ол $4,5 болатын еді. Өйткені криптовалюта, криптовалюта акцияларға қарағанда қарқындырақ өседі. Но в то же время ол жақта риск көбірек болады. Трейдердің жұмысы анализ жасап отырып, баға өсе ме, әлде құлай ма, соны анықтау қажет. Мысалы үшін мен сендерге жаңа көрсеттім ғой графиктерді. Осыған қарап отырып, біз білуіміз керек, ол өсе ме, құлай ма. Как раз таки осы видео сабақтарда мен сіздерге осыны үйрететін боламын. Мысалы үшін қараңыздар, анализ арқылы біз евро USD дейтін евро-долларда сделкаға жоғары кірген болатынбыз. Жасылмен ол бізде take profit, қызылмен stop loss, ол не екенін кейінірек айтамын. То есть бұл өте дұрыс анализ, соның арқасында біз $124 табысқа ие болдық, буквально бір сағаттың ішінде. Енді мынау мысал үшін қате анализ. Бұл жерде сделкаға тым ерте кіріп кеттік, сол үшін біздің сделкамыз минусмен жабылып қалды. Минус $11,86. Трейдингте ақшаны ұтылып қалуға болады, бірақ оны азайтуға болады.
Мысалы үшін біз 100 долларға кірдік, 100 доллардың максимум 10 долларын либо ұтыламыз, либо 30-40 доллар ұтамыз. Солай правила жасап қойсаңдар болады. Ең бастысы ол бізде біріншіден анализді дұрыс жасау. Яғни сіздердің фокустарыңыз білімге болу керек. Екіншіден ақшамен дұрыс жұмыс істеу. Мысалы үшін қараңыздар, бұл ситуацияда ладно, минус 11 доллар ұтылдым. То есть қалай болады обычно трейдерлардың қателігі? Олар бір рет 100 доллар таба ма, өздерінен қатты сеніп кетеді де, үлкенірек суммамен кіре бастайды. Сол кезде мына сияқты минус 11-дің орнына олар минус 110 доллар ұтылып қалуы мүмкін. То есть ақшамен дұрыс жұмыс жасаған кезде біз әрқашанда плюста боламыз. Үшіншісі ол әрине психологиялық дайындық. Біздің ішкі состояниеміз, настроениеміз тікелей саудаға әсер етеді. Я достар, түсінемін, трейдинг дейтін ноутбуктың алдында 2-ақ сағат жұмыс жасалынып табысқа келетін сала. Бірақ ол 2 сағаттың ішінде заводтағы адамдардың 8 сағатымен бірдей жұмыс жасаймыз. Потому что сенің ішкі состояниең, сенің миыңның жұмыс жасау қабілеті тікелей сенің табысыңа әсер етеді. Жалпы қандай мүмкіндіктер береді трейдингті үйренген адам? Мысалы үшін артқа қайтайық. 2019 жылы сен трейдинг саласын меңгеріп бастадың. Анализ бойынша байқадың, что BNB дейтін криптовалютаның бағасы өсіп бастайды екен. То есть 2019-дан бастап қазіргі 2025-ке дейін 6 жылдың ішінде бұл монетаның бағасы 13,000%-ға өсті. То есть біз 100 долларға сатып алдық и 13,000 долларға сататын едік. Ойлаңдаршы, это вообще бешено. Ладно, 2019. 2024 жылы 1 ақпанда біз PP дейтін криптовалютаны сатып алдық. Бұның барлығын біз негізінде сигнал ретінде берген болатынбыз Инстаграмда. Оның бағасы бізде 3187%-ға өсті. То есть жаңағы біздің 100 долларымыз ол 3187 доллар болатын еді. То есть өте быстро, да, там. Окей, бұл жай ғана трейдингтің базасын білген соң. Ал трейдингтің базасын меңгерген адам, ол инвестицияны точно шағатын болады. Егер де біз трейдингті тереңірек меңгерген жағдайда, біз уже күніне жаңағы 100 доллардан 10-15 доллар табысқа шығып отыра аламыз. Как раз таки осыны мен сіздерге 3 видео сабақтың ішінде үйрететін боламын. Біздің оқушылардың нәтижесін қарайтын болсақ, достар, бұл бізде KZT Traders дейтін телеграм-канал. Осы 3 жылдың ішінде біз 1000 шақты адамды оқыттық. Оның барлығы әлі күнге дейін біздің группада. То есть біз ешкіммен қоштаспаймыз. Қарасаңыздар, скриншоттарын көрсетіп, біреу iPhone сатып алды недавно, 14 февральға қатысты, біреу 3 миллион теңге тапты и так далее. То есть кәдімгі еңбек етіп, жақсы бір ортада болсаң, жеткілікті табыс міндетті түрде артынан келеді. Келесі видеода мен сіздерге осының түгел енді практикада көрсететін боламын. Қалай біз жасаймыз анализді, қалай біз ақша табамыз, сделка ашамыз. Так что келесі видеоны қараңыздар и қосымша сіздерге обещать еткен бонустарымды тоже дайындап қойдым.